Түркістан қаласындағы Манат партиясы ғимаратында қалалық мәслихат депутаттары Дәурен Тәңірбергенов пен Мәди Аманжолов тұрғындарды жеке мәселелер бойынша қабылдады. Қоғамдық қабылдауға бұл күні Түркістан қаласының 6 тұрғыны келіп, өздерінің толғандырған мәселелерін көтерді. Тұрғындар негізінен тұрғын үй сапасы, әлеуметтік қолдау және тұрғын үй кезегіне қатысты сұрақтарын жеткізді. Қабылдауға келген тұрғындардың бірі Лаура есімді азаматша. Оның айтуынша, тұрғын үй кезегінен белгісіз себептермен шығарылып қалған. Ерекше қажеттілігі бар баласын тәрбиелеп отырған ана осы мәселені шешуге қолдау көрсетуді сұрады. Депутаттар мәселені жан-жақты қарап, заң аясында тиісті мекемелермен бірге зерделейтіндіктерін жеткізді. Мен аптастағанда үй кезектен. Сосын кейін 24-те барып қайтадан тіркелдім. Не үшін аптастағандарын білмей, осы уақытқа дейін тобымды болатын. Мен көп анамда 7 бала шағам бар. Сол не үшін аптастаған, мен де жүре бергем, қарамағам. Кеше барып, сол кезде тіркелейін деп барсам, сізді шығарып тастаған дейді. Мен айтым, не үшін шығарып тастайсыздар дедім. Сөйтсе, балаңыз 18-ге толмаған, оны шығарып тастаған ғой мен. Лауровке, негізі үйге кезекке тұру бұрын сон арқылы тұғын. Ол жерде әшенен шығарып тастамайды ешкімді. Ол біз құжатты қабылдаймыз, уәкілетті орган жаңағы тұрғын үйге жібереміз, тұрғын үй кезекке қояды. Одан кейін оны шығарып тастауға ешқандай құқығы жоқ. Или комиссионный қарайды, сіздің атыңыздан бір үй шықса, жер шықса, сізді алу ол заңдылығы бар, заңда көрсетілген. Енді сіз бір участок сатып алдыңыз ба, әлде бір үй сатып алғаныңызда бір доляңыз бар ма, енді бұрын қара шаңырақта қалған ба, сондай нәрсе болса, сіз өзіңіз білмейтін. Ол кезде сізді шығарып тастайды. Ал былай сізді шығарып тастау, ол дұрыс емес. Жоқ деді, мен аламай қалдым деді. Мен де тура мен сондай болып. Өзімен өзді нәрсе қазір жоқ. Ол бұрын болса маққа база ғой, единный, оның бәрі көре алады, органдар көре алады, оны істей алмайды ешкім. Мүмкін бір себеп сізге айтылған. Біз былай жасайық, сіздің барлық даныңызды қазір алып қаламыз, Ұлықбек. Депутатский сауал жолдайық. Тұрғын үйдің басын шақырып комиссияны қарайық. Сізге бәрін көзіңіз жеткізіп берейік, не себептен сізді шығарып тастады. Сондай-ақ қабылдау барысында Түркістан қаласындағы салынған кейбір тұрғын үйлердің сапасына қатысты шағымдар айтылды. Тұрғындардың сөзінше, әкімдік тарапынан пайдалануға берілген үйлерде бірқатар кемшіліктер кездеседі дейді. Осыған байланысты депутаттар алдағы уақытта Түркістан қаласындағы тұрғын үйлерді арнайы аралап, тұрғындар көтерген мәселелерді зерделеп, тиісті құрылыс компаниялары мен жауапты мекемелерге жолдайтындықтарын мәлімдеді. Қабылдау барысында нақты көмек көрсету мәселелері де назардан тыс қалған жоқ. Дәурен Тәңірбергенов бір тұрғынға қоғамдық көлікте тегін жүруге арналған арнайы карточка рәсімдеуге қолдау білдіретіндігін айтса, Мәди Аманжолов әлеуметтік көмек ретінде көзілдірік алып беруге уәде беріп, тұрғынның алғысына ие болды. Қалай жасайық, сізге жүріп тұруды әріптесім карточка береді. Тегін жүріс маршрутта. Ана карточканы кеттіңіз, күйеуіңізге де берсін. Екеуін берейін. Екеуін берсін. Ол ішінде бір агрессия болады, 100 рет мініп, 200 рет мінуге деген нәрсе болады. Сол кезде келіп хабарласып тұрасыз. Таусылып қалса тағы барасыз, сосып береді. 100-200 рет мінуге де ішінде, 200 рет мінуге келіп мініп түсуге. Балам екеумізге жол кіре болмай қалды. Болды, оны шешіп беремін. Тәжірибеге қайған. Содан кейде жол кіре болмай қалды. Ол шешіп беремін оны. Очкидің бағасын айтасыз, күндер осы балалар алып береді, ақшасын береміз, алып береді. Осылайша қоғамдық қабылдауға 6 бірдей азамат келіп өз мәселелерін жеткізді, тиісті жауаптар мен қолдау алды. Қоғамдық қабылдау тұрғындар мен билік арасындағы байланысты нығайтып, қордаланған мәселелерді шешуге мүмкіндік беретін маңызды алаң. Қабылдаудан кейін Түркістан қалалық мәслихатының депутаты Мәди Аманжоловпен сұхбат ұйымдастырды. Халық қалаулысы депутаттық қызмет барысында атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталып, сайлаушылармен тұрақты байланыс орнатудың маңызын атап өтті. Сонымен қатар Түркістан қаласындағы тұрғын үйлердің жағдайын және ондағы лифт туралы айтып берді. Жалпы 25-ші жылы, 23-ші жылы сайландық, 24-ші жылы, 25-ші жылы көптеген жұмыстар атқардық. Өзіңіз білесіздер, қазір біздің мәслихатқа үлкен құзырет берілген. Ерекше мәртебе алуына, Түркістан қаласының ерекше мәртебе алуына байланысты біздің мәслихаттың да құзыреттігінде біраз құзыреттіктер берілген. Жалпы мен Түркістан қаласының әкімшілік аумақтық құрылыс комиссиясының төрағасымын. Жалпы біз енді мәслихаттың атқарып жатқан жұмысы осы жалпы қаладағы жасалып жатқан жұмыстардың ешқайсысынан құр қалмайды, өйткені барлық бюджет қалалық мәслихат арқылы бекітіледі. Кез келген жаңағы көше болсын, төселетін асфальт болсын, кәріз жүйесі болсын, су мәселесі болсын, газ мәселесі болсын, барлығы халық мәслихатта
әр депутаттың өзінің сайланған округ бойынша ұсыныстарымен жаңағы біздің қаржының деңгейіне қарай өз көлемінде жұмыс жүргізіледі. Ал менің сайланған учаскеме келетін болсақ, өздеріңіз көріп отқандай жаңа қалада қазіргі таңда күн санап өзгеріп келе жатыр, өзіңіз көріп жатсыздар. Оның ішінде 2023 жылдан бері қарай көптеген домдар салынды. Жылда 40-50 жүзге шейін дом беріп келе жатырмыз. Қазіргі таңда осы 2 жылдың көлемінде үлкен көлемде домдар берілді. 220-дан аса лифт бар еді. Жаңа лифт дейміз ғой. Оның қанша ақауы бар, оның ремонтын кім қалпына келтіріп жатыр. Қала басшылығымен былтыр жұмыс жасап, бізде анау лифттің өзінің бір программалары бар. Кез келген этажда тоқтап қалмау, келесі этажға барып тоқтау, есігі ашылатын нелер қазіргі дамыған заманда сондай функцияларды қосу бойынша да ұсыныс бердік. Ол бойынша да қазіргі таңда 2-3 компания ұсынысын беріп жатыр, чтобы жаңағы аварийный ситуация бар ғой, ішінде жаңағы тұрып қалады ғой адам. Сол кезде кнопка басқан кезде мынау біздің 109 сияқты бір центрға звонок түсетін, адамдар ішінде қалып кетпеу үшін соны шығаратын заман талабы солай. Қазіргі таңда қала көлеміндегі жұмыстарды атқарып жатырмыз. Енді жаңағы өздеріңіз естіп жатсыздар, жеке қабылдауда кемшіліктер бар. Кейбір проектілер осындай қазір мынау экспертизадан қалай өтіп кеткен, частный экспертизамен шығып кеткен нелер бар. Осының барлығы мысалы жаңағы суға түсетін бөлмелерінде отопление мүлдем жоқ. Сондай үйлер бар, иә? Сондай үйлер бар бізде проектіде. Соның барлығын қазір қала әкімшілігіне біз депутатский сауал бергенбіз. Қала әкімшілігі құрылыс бөлімімен жұмыс жасап жатыр. Кемшіліктердің бәрін қалпына келтіру, сот тәртібіне жүгіну, көп мәселелер атқарылып жатыр. Бұл енді көпшіліктің алдына шыққан кезде, халыққа есеп берген кезде біз барлығын айтып жатырмыз. Қорытындылай келе, депутаттардың қоғамдық қабылдауы тұрғындардың өзекті мәселелерін тыңдап, олардың шешу жолдарын қарастыруға бағытталған тиімді тетік екендігін тағы бір мәрте көрсеткендей. Олдархан Олиханқызы, Есболат Тұрмаханов, САК ақпараты.